Tez arada тіркеңіз немесе айыппұл төлейсіз. Ішкі істер министрлігі қазақстандықтар тізгіндеп жүрген шетелдік көліктерге қатысты ереженің осындай талабы бар екенін ескеруге шақырды. Ресейлік номерлі көліктерге шындап тексеріс басталмақ. Ал көліктің қандай да бір құжаты болмаған жағдайда 57 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады екен. Қазақстанда бір жылдан артық тіркеусіз жүрген шетелдік көліктер ел аумағынан мәжбүрлі түрде шығарылады. Бұл талап жол қозғалысы жөніндегі жаңа заңның 63-ші бабына сәйкес жақын арада жүзеге аспақ. Ассаламалейкум достар, бүгін тағы келдік көлік базарына. Бағаларын білеміз. Бағалар бүгін енді орыс шот, армян шот, солардың бағаларын білеміз. Не болып жатыр деген сияқты бағалары. Соңғы кезде андай қауесет тарап жатыр ғой, анандай марттан кейін жүргізбейді екен деп. Ол әлі белгісіз достар. Ондайға сенбеңіздер. Мысалы көрейік бағалары не болып жатыр. Рус учет 20-15. Браттан. Ассаламалейкум. Қанша болады? 700 мың теңге. Қай жылғы? 2007, 17, 1.5. Бензин ғой да? 700 мың теңге дейді бағасы. Енді сол бір қалыпты баға. Әрине орыс жөт болғаннан кейін арзан болады бағалар. Мына братты кім көрейік? Брат бағасы қанша болады? 750 болса беріп жүрем. 750-ге беріп жібересің. Алейкум ассалам. Хорошо. Қай жыл еді? 2009 да? 750 болса беріп жіберем дейді. Міне орыс жөттер. Ай, қор болған қазағым-ай. Орыстың католигі мінуге мәжбүр болды ғой. Қайтейін енді. Қазақ десең өзіңе тиеді дегенде. Ассаламағалейкум. Қанша отыр аға бағасы? 550 деп отырмайды. 550 болса бересің. Қай жылғы еді? 2003. 2003, да? Жақсы. 550 мың теңгеге берем дейді. 500-ге де береді енді ағаң. Тез асығып отқан сияқты сатуға. Достар, өткен жолы айтқан пит-стоп дүкені маған айтып жатсыңдар, адресі қайда, дұрыстап көрсетпедіңіз ғой деп мекен жайын. Мына жақта ат шығып кеткен Аман және Есто Ақтаудың барлығы біледі. Мына жағында Гелиус заправка. Осыдан тура ортасынан жүрсеңіз, достар, алдыңызда Қанағат Есто бар. Қанағат Естоның ішінде пит-стоп деп жазылып тұр. Сол жақта дүкені. Пит-стоп дүкенінен колодка сатып алып, тегін ауыстырып ал. Және сызық түскен дискілеріңізді тегін жонып береді. Қазақтың атынан келіп, сухой туманды тегін аласыздар. Жәрмеңке жасап жүрген сияқты. Жәрмеңке болып жатыр ма, не болып жатыр? Ассаламағалейкум. Гир, гантель дейсің. Ассаламағалейкум. Барлық сатылады ғой, Иә. Жигули сатылмайды бірақ. Сатылады. Бұл да сатылады. Ол қанша? 350. 350 мың теңге. Қазақ учет екен. Қасиетте қанша отыр? Алейкум ассалам. 1.600.000? Қай жылғы? 2008. Видеоң ертең шыға ма? Бұйыртса, кеште де шығып қалуы мүмкін. 1.6 да
Миллион дейсің бе? Бәсе, миллион 600. Механика. Міне, орыстың ласетке осындай сұрап тұр бағасы. Бағасы 2014-тің 750 мың теңге. Жылы 2014. Газ жоқ. 2014. 16 клапан дейді мынау. 750 мың теңге дейді бағасы. Міне. Жайлап кешегі әңгімеден кейін қорқып бағаларды түсіріп жатыр ау деймін, миллион бірден айтып тұрады. Әлі мән жай белгісіз ол. Жүргізе ма, жүргізбей ма, жан жақтың границаларын білесіңдер ғой, барлығы жабық. Егер де жүргізбейтін болса, апарып тастау керек болса, ар жаққа шығара алмайды, оның барлығы жан жақ жабық қазір. Ол әлі нақты шешілген жоқ. Әлі ары қарай созу мүмкін жүру уақытын. Кеттік ары қарай. Қанша айтып тұрсыз? Окончательно 900. 900-ге бересің окончательно. Қай жылғы? 2007. 2007 жылғы, да? Бензин 16 клапан. 16 клапан. Мына жақта тұр тағы 20-14 УАЗ 750 мың теңге 2019 жылғы дейді. 19 емес қосын 2009. Жақтар тоңып кішкене күрметіліп бастады дейм ме? Тап-таза екен мотор. Өздері жүрдіңдер ме? Иә. Бенюден келіп тұрған майша. Бенюден әкеліп тұрсыңдар ма? Шұмкіре салған. Мә, есіктерді қара. Қара зілдегі адам. Бенюден келіп тұрды дейді жігіттер. Нөмірін көрсетіп жүр. 750 мыңда келсесің ғой. Келсем дейді. 2009 жылғы 20-14. Дискісі тап-таза ғой. Nexia 16 клапан. 16 клапан. 2013 Nexia российский. ПДС, СТС бәрі бар. Барлығы бар құжаттар. Барлығы бар құжаттар. Таза бензинімен. Таза бензин. Гуркандер. Электропакет жоқ. Ходовой бәрі жиналған. Таза екен мынау. Таза, иә. Қаншаға бересің? Миллион 100 деп отырмыз бағасы. Келсеміз ғой. Келсесің, миллион 100 деп отыр. Моторын ашып бер, қарап жібер екен. Моторлар әлі шаң-шаң болып тұр еді. Тазалаған жоқ былай. Гуру бар. Гуру бар, несі бар, таза. Міне. Өз алдарыңызда тазалап жатыр. Дұрыс. Осылай қарау керек мәшінге негізінде. Астындағы атын ғой. Міне екінші келіншегім ғой. Екінші әйелің деп бекер айтпаған. Салондарын көрсетіп жібер екен. 16 клапан жақсы негізінде Nexia-ға. Өзім білем ғой. Алматыға дейін шауып келдік қой Nexia-мен. Миллион 100 дейді, келісіп беріп жіберем дейді. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Телефон нөмір айтып жібер, брат. 8375 572 1888. Осы нөмірге соғып осы Nexia-ны сұрасаңдар болады міне. Жағдайын көріп тұрсыңдар ғой. Жақсы, брат. Уағалейкум ассалам. Подписчиктердің көлігі дейді. Казавтон атынан келсе, келісіп беріп жіберем дейді. Дұрыс па? Бағасы қанша? 650 көрем сіздің подписчиктен кетіп тұрсың. Болды. 650 беріп жіберем дейді. Газ бензин. 16 клапан, зың, аяқтарын қараңдар. Жалпы әдемі. Ашып жібер. Ашылды ғой, Ашылмады. Батарейкасын ауып жүру керек екен. Осындай кезде сондай болады ол, түсіретін кезде. Орыс учет брат қазір, орыс учет. Орыс учет түсіріп отырмыз. Міне іштері, 650 мыңға беріп жіберем дейді. Моторында көрсетіп жіберейін сразу. Міне, Приораның моторы. Ойық поршын, гуру бар. Газы бар, достар, форсунг. Көп орыстардың машинінде жоқ негізінде бұл. Экономичный деген сөз ғой. 21-15 орыс 600 мың теңге. 600 мың теңге 2007. Болды? Осындай бағасы. 600 мың теңге. Қай жылы? 2005-те? Не бар? Кондер бар ма? Кондер жоқ та?
Пустичка дейді. 600 мың теңге. 2005 жылғы. Қанша айтыпсыз? 3-тің көлемін сұрап отыр ғой. 3 көлемі? 3-тің көлемін. 3 көлемінде. Келісім бар. Дұрыс, дұрыс. Қай жылғы? 2004 жылғы да. Қай жағдай жалпы? Аллаға шүкір. Қалай өздерің? Болады, шүкір алады. Шүкір, алхамдулилlah. Өздерің не? Брат, бағасы қанша болып отыр? Алейкум ассалам. 750 мың. Қай жылғы? 2007 жылғы да? 16 лапын ба? 16 лапын ба? Келсесің бағасына. Міне, осындай бағаларда түсіп жатыр жайлап. Жаңалық қатты тиген сияқты адамдарға. Ойланда жүрген сияқты. Достар, осымен түсірілімді аяқтаймыз. Келесі кездескенше қазір 137 мың болып тұр ғой арнамызда. 140 мың қылып базарға шығайық, е? Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тез тіркеліп қойыңдар. Жақсы видеолар шығады бұйырса алдымызда. Ал кездескенше